Сәлеметсіздер ме, құрметті курс қатысушылары? Бүгін біз сіздермен бөлмені жабдықтау тақырыбын өтетін боламыз. Жалпы баланың бөлмесі қалай жабдықталу керек, оның бөлмесіне не болу керек, не болмау керек мүлдем, дәл осыны қарастыратын боламыз. Жалпы ең бірінші біз мына дүниені ұғып алу керекпіз. Кейбір аналарда балаларына бөлме жасай алатындай мүмкіндіктер болады. Ал кейбір жандарда ондай мүмкіндіктер болмауы мүмкін. Сол себепті де сіздің ол баланың бөлмесі ме, ол баланың бөлмесі емес пе, бұл жерде аса маңызды емес. Бастысы визуалды тұрғыдан балаға өте қолайлы болатын ортаны біз жасауымыз қажетпіз. Ең бірінші қазір жалпылама визуально көрсететін боламын. Қараңыздар, баланың бөлмесінде мынадай ашық түсті, жасыл, ярко красочный, ярко зеленый деген түстер болмау керек. Себебі бұл баланың жалпы зейінін тез шашырататын болады. Және ата-аналардың жалпы басты жіберетін ең үлкен қателіктері баланың ойыншықтарын үйіп мына жерге әкеліп қойып қояды. Бала алады да, оны төге салады да, сосын просто сол ойыншықпен ойнайды. Яғни ол ойыншықтың балаға мағынасы жоқ, яғни жай ғана шашу мүмкін, тарсылдап, немесе бір ойыншықты қызықтап лақтырып кетіп қалуы мүмкін. Сол үшін біз әрқашанда айтамыз, баланың бөлмесін жабдықтаған кезде міндетті түрде мынадай жабық шкафтар болуы керек. Мына шкафтар міндетті түрде жабық болуы қажет. Әрбір шкафтың ішін ашқан кезде оның ішінде қандай жануарлар тұрады. Мына жерде мысалы жануарлар тұруы мүмкін, мына жерде бізде құрастыратын заттар тұруы мүмкін, АФК құралдарымыз тұруы мүмкін, дәл осындай деген секілді. Бірақ қажетті күнделікті қолданатын заттарыңыз баланың көзіне көрініп тұрады, болды. Ешқандай артық визуальный шум жасамаймыз. Мысалы, мына статистикаға сүйенетін болсақ, жалпы 2 балаға үлкен эксперимент жасады. Ол 11-ші сынып, кәдімгі қалыпты балалар. 11-ші сыныптың бір оқушысының бөлмесіне әртүрлі түсті алабажақ бір заттарды іліп, өте көп нәрселер жасап қойды. Екінші балаға осындай однотонный түстерді, баланың визуалды шумын тудырмайтын қолайлы аймақ жасады. Сонда ойлаңыздар, қай бала более успешный болды? Әрине мына бала. Себебі оның ойы жинақы, ойыншығына немесе өзінің қоятын тапсырмасына зейінін қояды да, соны соңына дейін жеткізе алатын болады. Ал мына бала соңына дейін жеткізе алмайды, әр нәрсеге жүгіре береді, ақыр соңында бала өмір бойы өзі қиналады. Бір нәрсеге фокусын қоя алмай. Не үшін менің ата-анамда сондай мүмкіндік болды? Ерте жастан неге маған сондай бір нәрсеге соңына дейін жеткізетін дисциплинаны орнатпады? Мүмкіндігі болды ғой, ол кезде мен дәрменсіз болдым. Яғни менде ондай возможность болған жоқ. Бала всегда ойлайды, маған тек ойнап жүрсем, секіріп жүрсем, маған солай ыңғайлы. Біз баланың ығына жығыла бере алмаймыз. Себебі бала ол бізге тікелей байланысты. Біз оған жыртық киім кигізсек, ол сол жыртық киіммен жүре береді бала. Бөлмеде дәл сондай. Және бөлмеде дәл осындай баланы шаршататын, сіздерге көрініп тұр деп ойлаймын қазір. Былай бұрайды. Баланы шаршайтындай осындай сенсорлы ағаштар болған жақсы. Яғни егер балаңызда гипер сезімталдылық, бір ұйықтай алмай жатқан сезімдер болатын болса, мына жерге салып, баланы жай ғана біздер тербететін боламыз. Бұл баланың жүйке жүйесін бірден тыныштандырады. Және дәл осындай гамактар немесе мынадай әткеншектер міндетті түрде негізі үйде болуы керек. Әрбір балада міндетті түрде. Себебі бала ол өз-өзін тыныштандыра алмайды. Және осындай тыныштандыра алмаған сәттерде баланың өзін тыныштандыратын бір аймағы болуы міндетті. Және ойыншықтардың барлығы толықтай жиналып тұрады. Баланың бөлмесі, ол сіздің залыңыз болсын, ол баланың арнайы бөлмесі болсын, мүлдем шашылып жатпайды. Яғни алдын айтқан болатын, ойыншықтардың бәрін көзге көрінбейтін бір бұрышқа ғана жасаймыз, болды. Бала келгенде тек өзіне қажетті ойыншықты алады, фокусы сода соңына дейін болады. Одан кейінгісі сухой бассейндер алсаңыздар болады, егер мүмкіндіктеріңіз болса. Егер мүмкіндіктеріңіз болмаған болса, онда жай ғана осындай шағын уголочек балаға бөлме бұрышын жасап қойсаңыздар да болады. Телевизорды қоюға болады, бірақ ол телевизорды негізі, егер бала телевизорға өте тәуелді болатын болса, онда бір аптаға болсын мүлдем алып тастау керек. Телевизор көрініп тұрған жерде біріншіден ата-ана өзі қосып қояды, екіншіден баланың бір ойыншық ойнайын десе, барлық фокусы мына жақта тұратын болады. Сол себепті де, құрметті аналар,
балаңызды телевизордан мен шығарғым келеді, алып тастағым келеді десеңіздер, бір апта толығымен алып тастаңыздар. Егер баланың сабақ оқитын үстелін жабдықтағыларыңыз келетін болса, үстелде ешқандай артық зат болмауы қажет. Бүгін мысалы балаңызға осындай доска бергіңіз келді, және егер балаға түрлі суреттер салғызатын болсаңыздар, сурет салатын заттардың барлығы коробканың ішінде салынып тұруы керек. Өйткені бала оған алаңдамауы тиіс. Баланың фокусы әртүрлі нәрсеге ауып кетеді. Сол себепті де, құрметті аналар, баланың бөлмесін жабдықтаған кезде ең бірінші визуалды шумның болмауына аса мән беретін боламыз. Міне осылай.